Сәлем достар, біз бүгін печенье пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз баламыз екеуміз печенье пісіріп жатырмыз. Ол маған көмектеседі. Жұмыртқаны қантқа салдық, енді сары май саламыз. Енді оны жақсылап араластыратын боламыз. Достар, енді біз ұнға қопсытқыш саламыз. Оның ішінде жақсылап араластырып, оны сұйық массамызға құятын боламыз. Үйде сіздер де дайындап көріңіздер. Балаларға өте ұнайды. Дәмі де және бірге дайындаған оларға қызық. Біз енді бұл жерде 175 грамм ұн салдық. Енді жаңағы араластырып көргенімізге қарай, егерде аздау болып жатса, қолымызға жабысып жатқан болса, үстіне тағы да ұн қосып жібереміз. Міне достар, мен кішкене ұн қосып жатырмын, өйткені кішкене аздау болып қалды. Міне аздап қосамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді біз оны оқтаумен жақсылап жайып алатын боламыз. Біз осылай арасында үнемі печенье пісіріп отырамыз балалармен. Балалар өте жақсы көреді печеньені. Достар, рецепт ұнап жатса, менің каналымда комментарий бөлімінде өз ойларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Енді жаңағы біздің кескеннен кейін артылған қамырын тағы да қосып, қайтадан тағы да кесіп, одан тағы печеньелер шығаратын боламыз. Міне достар, әдемі болып пісіп шықты, дәмі де өте керемет, балаларға өте ұнады. Бетін осылай сахарный пудрамен әсемдесеңіздер болады. Өте әдемі болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған сымбат. Менің видеомды соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.